Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Сіздерді ең ерекше фактілермен таң қалдыруды жалғастырамыз. Каналды қолдап, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бұл жолы біз рекорд жаңартқан отбасылар туралы айтуды жөн көрдік. Балалар саны ең көбі, ең үлкен жастағы ана. Әлемдегі ең ұзын жұп туралы білесіз бе? Бұл видеода сол туралы айтатын боламын. Әлемдегі ең үлкен отбасы. Әлемдегі ең үлкен отбасы Үндістанның Мизорам штатында тұрады. Отағасы Сион Чана. Ол 39 рет үйленген. Қазір әйелдерінің саны дәл осындай, және олардың барлығы Сионмен бірге тұрады. Барлығы 94 баласы бар. Немерелерінің саны 33. Олар бір үлкен үйде тұрады. Бір таңғаларлығы, Сион мұнымен тоқтап қалмайтынын және тағы бірнеше рет үйленуге дайын екенін айтты. Ең үлкен альбиностар отбасы. Бұл қызық отбасы Үндістанның Алып Дели қаласының аудандарының бірінде тұрады. Отбасының барлық мүшелерінің, ата-анасы мен 6 баласының терілері ақ. Және шаштары да ақшыл, көздерінің көк түсімен ерекшеленеді. Отбасының отағасы Рози Турай Пуллан сұхбатында айналасындағылардың оларды ағылшындар деп атайтынын айтты. Олар үндістердің мұндай келбетке ие болатынына сенбейді. Айтпақшы, Рози Турайдың бір қызы да альбиносқа үйленді. Олардың баласының да ата-анасына ұқсайтын болжау қиын емес. Ең ерекше отбасы. Мексикалық Хесус Асевес пен оның отбасы мүшелері сирек кездесетін ауру гипертрихоздан зардап шегеді. Отбасында мұндай ауру бірінші болып Исаның үлкен әжесінде болған. Содан кейін Исаға, оның әпкесіне және 2 немере ағасына берілген. Содан бері бұл диагнозды Асевес отбасының 30 мүшесі, немере ағалары, апалары, жиендерінен анықтаған. Исаның өзінің 3 қызы бар. Олар әртүрлі әйелдерден туылса да, бірақ бәрібір бірдей диагнозбен ауырады. Ең бойы ұзын отбасы. Әлемдегі ең ұзын ерлі зайыптылар Англияның Эссекс қаласында тұрады. Вилко жанұясының күйеуінің бойы 2,13 метр, ал оның әйелі Кейша 1,98 метр. Ерлі зайыптылардың 3 баласы, 1 ұл және 2 қызы бар, және олар қазірдің өзінде бойлары орташадан жоғары. Ең ұзын шашты отбасы. ақш-тың Иллинойс штатындағы Терри Лин Светлечич Рассел және оның 3 қызы өте ұзын шаштарымен мақтана алады. Жалпы ұзындығы 4 метрден асады. Жергілікті тұрғындар оларды Рапунцельдер отбасы деп атайды. Чиптер жанұясының отағасының өзі әйелі мен қыздарының шашының сұлулығына тәнті. Отбасында ұл да бар, бірақ оның әдеттегідей шаштары қысқа, ал тағы бір кішкентай қызы оның анасы мен әпкелері сияқты ұзын шаштары болуы мүмкін. Әлемдегі ең қарт ана. Орта жастағы әйелдердің дені сау сәбилер туып дүниеге әкелген көптеген жағдайлар бар. Дегенмен бұл отбасының ерекшелігі, анасы тұңғышын әрі жалғыз баласын 70 жасында дүниеге әкелген. Қарт ананың аты Райо Деви Лохан, ол Үндістаннан. Айтпақшы, сәби 2008 жылы дүниені ашқан. Ендігі жерде жасы 15 жаста болуы керек.